Сәлем балалар, бүгін бізде екінші сынып, екінші бөлім, 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. 27-ші жаттығу, суреттерге қара. Бізде бірінші бір палуанның суреті берілген, біз палуан деп айтаймыз. Келесі екі палуанды біз палуандар деп айтамыз. Келесі бізде шаңғы, ол құрал, одан кейін шаңғы теуіп жатқан адамды шаңғышы деп атаймыз. Енді тапсырмаға назар аударайық. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма? Қосымшада ше, содан өзің қорытынды жаса. Бізде түбір сөз палуан және шаңғы. Қосымша бұл жерде дар және шы. Яғни түбір сөзде бізде жеке мағына болады, ал қосымшада мағына болмайды. Берілген анықтаманы жаттап, есте сақтаймыз. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісі дөне сызық арқылы беріледі. Мысалы, күйші деген сөздің түбірін біз күй деп үстінен дөне сызықпен сызамыз. 28-ші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Демек, мәтін шаңғы жарысы туралы. Енді мәтінді оқимыз, мұқият тыңдандар. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім. Бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Авторы Құрманбай Толыбаев. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде шаңғы жарысы туралы айтылған. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың? Тәуке намысқа тырысып мәреге желдей ұйытқыды. Мәре сызығын алғаш болып Тәуке кесіп өтті. Балалар қуаныштан айқайлап, шулап жатыр. Осылайша рекорд жаңарды. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді көшіріп жаз. Бізде қарамен жазылған сөздер жарыс, Тәуке, жарысқа, Тәукені, Тәукенің. Түбір сөздер бізде жарыс, Тәуке, қосымшасы жалғанған. Түбір сөздер жарысқа, Тәукені, Тәукенің. Яғни бұл жердегі қосымша қа, ні және нің. 29-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Суылдайды сырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Маңдайдан. Бұл жерде түбірі маңдай, қосымша дан. Шаңғым, түбірі шаңғы, қосымша ма. Қыраттан, түбірі қырат, қосымшасы тан. 30-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың? Бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Яғни қағазбен жабылмай қалған бөлігі бізде ш қосымша болып табылады. Бұның жеке тұрғанда мағынасы болмайды. Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзіңді жеткіздің. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдің. Яғни түбір бізде орман, яғни мағынаны білдіріп тұр, ал ш қағазбен жабылмай қалған бөлік ол мағына бермейді. Шығармашылық үзіліс. 31-ші жаттығу. Хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар,
ертең 14 ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: хабарландыру кімге арналған? Хабарландыру мектеп оқушыларына арналған. Екінші сұрақ: хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда Қуыршақ театрының болатыны жайлы жазылған. Үшінші сұрақ: қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Иә, көрсетілген. Төртінші сұрақ: хабарландыруды жазған кім? Хабарландыруды мектеп әкімшілігі жазған. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, лайк басып, досыңа жіберуді ұмытпа. Соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңдар.